Assalamu alaikum bауырлар. Біздің кезекте видеомыз шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар, түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар. Барынша мүмкіндігіміз болғанша жауап беретін боламыз. Ал енді осы кәсіпке қызығып жүрген бауырларға айтарымыз, біз шылаушын сатамыз, кез келген өңірге жеткізіп беретін боламыз. Шылаушынның штучный бағасы 7 теңгеден даналап алатын болсаңыздар, ал егер көптеп алатын болсаңыздар 5 теңгеден береміз. Сосын квадрат метрмен де сатамыз. Квадрат метрмен алғанның тиімділігі, оның ішінде шылаушынды сіз семейный алатын боласыз. Отбасысымен, яғни үлкені де бар, кішісі де бар, жұмыртқасы да бар. Ал жұмыртқасының өзі 15 теңге негізі. Сол себепті квадрат метрмен алғандарыңыз тиімді. Квадрат метрде 10 банан коробка болады. 10 банан коробка, бір банан коробкасында 2000-3000-ға дейін шылаушындар шығатын болады. Қай өңірден болсаңыздар, бізге осы салаға, осы кәсіпке қызықсаңыздар, беймарал кез келген уақытта хабарласа беріңіздер. Баршаңызға Алла разы болсын. Қолдауларыңызға рахмет. Бисмилла. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қазақ елі. Мына бүгін 10 квадратқа мына нені әкеп тастап жатырмыз, 1 квадрат биогумусты шылаушанды. Құдай қаласа, жемесін жейін деп, мынау бала шағамыз бүкіл қазақ елі мына неден таза жеміс жесін деп жерді тыңайту. Сол ертірақ қамданыңдар жігіттер, уақыт өткізбейік. Манау ағам қысылып қалды ғой, видеоға түсіреміз деп. Шынайы сөйлей беріңіз Манау аға. Әлі мынау көрмегесің. Иә, Манау ағам Ұялын қарап тұрмыз. ұялып тұр ғой. Бір-екі рет шыққасын, кейін тоқтатамай қаласыңдар әлі. Құдай қаласа. Сол айтарым. Иә, жалпы қысты күні бастаудың тиімділігін несін көрдіңіз ғой, жалпы бұл темаға ертерек кірудің, Иә, жақсы. Уақыт өткізбеу керек екен да бұда. Иә. Құдай қаласа, міне қыс айында жаңа қысы қары қалың жақтарда қалай бағамыз деп уайымдап жүрген бауырларға үнемі ескертеміз ғой, осылай міне уклон қылу керек деп ше. Мына байқап тұрсаңыздар, міне мана бағамның борты уклон болып тұр. Бір жағын биік класстар, бір жағын төмен класстар. Бір жағы 40 градус, төменгі жағы 10 градус болса, өздеріне керек жерде жүре береді шылаушындар, Алла қаласа. Сол Манабаға берген кеңес бойынша бортын істеген осылай. Мына дайындалды. Манабағам өзі вақтыда істейді. Вақтыда істеп жүріп, қазір кеше айлық түсті. Айлығынан 1 квадратты алып отыр міне 150 мың теңгеге. 1 квадратты жайдық осы жерге. Сол бауырлар, Алла қаласа ертерек қамданыңыздар. Мұны Манап ағамның үйі. Кішігірім өзінің талдары бар. Шаруашылығы бар. Міне үйде тұрған сиыры бар, қойы бар. Содан шыққан жаңағы өзінің көңі, міне сол көңге жіберіп отыр. Бұйырса, көп ойлана бермей, осы істі бастауға кірісіңіздер, егер қызығып жүрсеңіз. Рахмет. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум бауырлар. Мына бүгін Алла қаласа Манап ағамыздың бортына 1 квадрат шылаушындап келдік. Мына Манап ағамыз дайындап отыр, міне шылаушынға кереткеге жаңа өзінің ямысын дайындап отыр. Осы ямаға қазір шылаушындар тастайтын боламыз. Манап ағамыздың көршісі. Есіңіз кім аға? Мұса. Қандай? Мұса ма? Мұса ағамызда қызығушылық танытқан екен. Көріп жатыр, Алла қаласа. Осы 5 қабығымызды осыған тастайтын боламыз қазір. Қаппен алып келдік. Жалпы шылаушынды квадратпен алғанның пайдасы, оның ішінде кішкентай шылаушындан бастап үлкен шылаушынға дейін және өзінің жұмыртқаларына дейін болады. Бұның ішінде ше. Түсіндіңіздер ме? Сол себепті негізі квадратпен алсаңыздар ұтасыздар. Өйткені бұл шылаушын семьясымен келеді. Семьясымен келгеннен кейін тез дамитын болады, тез көбейетін болады. Қазір Манап ағаның борты 6 метр, 6-да 1,70. 6-да 1,70, сонда айналып келген кезде 10-да 2 квадрат болады. Алла қаласа сол бізде айтып жүрген күнделікті шарттарды орындайтын болса, сол 3 айда 10 квадрат деген көлемге жететін болады. Мына осы қазір шылаушын салғаннан кейін видеоны жалғастыратын боламыз. Батыс кетті. Al önüs gitti önüs.
Құда қаласа. Араға тап кетейін. Тапа беріңіз. Қаптың ішінде көп қойыңыз. Әдемі? Көрді ме? Шалшамдар мінекей. Майдасы жалпы көзге көрінбегенмен бұлар көп болады да. Майдасы ірісінен ше. Сол себепті. Міне, аға. Түсіріп. Міне шалшамдар. Шылаушының тығыздығы. Осындай болады. Ал, бисмилля, екінші ал. Екінші. Өзім тығыздығын көрді ме? Бұлар осы бір жерге көшкен кезде стресске түседі да. Бұлар ше? Манауға? Иә, үйрену керек қой. Жайлап үйренгеннен кейін уже бұлар сіңеді мына неге ше. Көрді ме? Тығыздығын. Мінекей, машалла. Тығыздығын көрдіңіздер ме? Мына майдалар осындай болады, көзге көрінбей ше. Бірақ бұлар ірілерге қарағанда көп болады да, бұлардың саны ше. Түсіндіңіздер ме? Ажық тағы бір қап бар екен ғой. Бейге тартаймыз. Осыға тарту керек болды. Мінекей. Шалшамның тығыздығы. Міне, бауырлар, мына ағамызға келген. Үлкейген кезде мынандай ірілері болады. Беліне кальций ойлағандары уже жұмыртқа тастап атқан нелер да бұлар. Алла берекесін берсін мынау аға. Берекесін. Мына бауырлар, байқап тұрсаңыздар, қара болып тұрған осы шылаушында жайып шықтық. Мына қабаның бортына ше 5 қапты салып шықтық. Шылаушындардың тығыздығы міне осындай болып тұр ғой. Машалла. Негізі жаңа айттық қой. Шылаушында квадратпен алған тиімді негізі. Бұлар майдасынан үлкен үйдің барлығы жүреді да, кішкентайда ше. Жаңа квадратпен алған кезде ше. Бұның ішінде жұмыртқасы да бар, малегі да бар. Яғни семьясымен, отбасымен келеді да бұлар квадратпен алғаннан кейін ше. Түсіндіңіздер ме? Сол себепті кімнен алсаңыздар да жалпы квадратпен алған тиімді. Квадратпен, коробкамен үштушіне қараған кезде. Міне, Аллах тағала берекесін берсін мына аға. Құдай қаласа. Міне, мына ағаның көршісі Мұсаға да қызығып тұр енді бүйтіп. Жалпы ескеріп жатырмыз ғой, кімнің қаншаға шамасы жетеді, содан бастап кетсін деп ше. Сол қаншадан бастайды, Құдай қаласа ертең жемісін көрген кезде ол адам неге көптеу квадратта бастамадым деп өкінетін болады да. Ештен кеш жақсы демекші. Сол себепті бұл тірлікті бастау керек. Қызықсаңыз бастаңыздар. Мына ағам секілді. Мына бисмилля деп. Иә, уақыт өткізбеңіздер. Мына ағамыздың 10 квадратына жайдық. Бұйырса 3 айда нәтижесін көріп, уже ағайын туыс бауырлар өзінің YouTube каналын ашады. Сол каналда жарнамалап сататын болады. Баршаңызға Аллах берекесін берсін. Қазақстанның өліп қалған жерін, жаңа құнарсызданып кеткен жерлерін құнартуға барлығымыз атсалсақ, хотя бы бұл бизнесті өзіңізге кәсіп қылмасаңыз да, үйдегі жеміс-жидек, гүлден бастап жеміс-жидек, ағаш жүзімге дейін таза тыңайтқышты беріп, таза өнімді беріп, нығайтып, бала-шағаға табиғи өнімді жегізуге атсалсақ. Баршаңызға Алла разы болсын. Жалпы шылаушындар бір жерден бір жерге көшірген кезде стресске түседі. Сол себепті осы ортасын қазамызда сол жерге алып келген өзінің көңімен бірге тастаймыз. Сосын өзі жай стресстен оянып, осы
бортқа тарайтын болады. Жай тіршілікке ене бастайды. Түсіндіңіздер ме? Енді осының бетіне сабан жабамыз. Құдай қаласа 15-25 градуста манау ағам жағдайын істеп қойса, одан кейін манау ағам жағдайын істейтін болады бұл слажындар. Бұйырса. Бала шағаның несібесіне миллиондап көбейе берсін. Айтып жатырмыз ғой. Штучный 7 теңгеден. Ал жаңа бұның жұмыртқасы, малёгі. Малёг шығатын жұмыртқасы ол 15 теңгеден сатылады. Оның ішінде 2-ден 20-ға дейін шығады. Жұмыртқасын алған адамда отады. Квадраттап алған адамда отады ғой негізі. Квадраттап алсаңыз, сөйлей алмай қалдық қой. Квадраттап алсаңыз, оның ішінде бүкіл семьясымен келеді. Сол себептен квадратты ұсынамыз да біз баршаңызға. Енді бетіне қазір бір слой көң жауып жүреді тағы да. Чтобы жылу болу үшін, қазір бізде бәрі қыс айы, қар жауып отыр арасында. Сосын бетіне сабан жауып қояды. Сабан суықты ұстайды. Сонымен керемет болып тұрады. Манау ағам кеше менен не алған? Температурасын өлшейтін құрал алған. Механический. Осы механический құралмен өлшеп тұратын болады температурасын. Дақасып көресіңіз. Түсіп атады, 10 бар. Біреуі 5 12 болып тұр. Енді жайла өсіп көтерілетін болады осы. Бұйырса. Свежий көңмен бетін жауып қояды. Температурасы көтерілу үшін. Сонымен зың болады ғой. Оның үстіне сабан жабады. Ертең қар жаңбыр жауса, сонымен бір шайлады да температурасы көтеріліп әдемі болып тұра береді. Жақсы бауырлар. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Көп ойлана бермей, манау ағам секілді кәсіпті бастап кетіңіздер енді. Шамаңыз қанша жетеді, содан бастап кетіңіздер. Бауырлар, біздің видеомызды соңынан көрсеңіздер, баршаңызға рахмет. Біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Осы кәсіппен айналысатын болсаңыздар, хабарласыңыздар. Өздеріңізге қызық болып, бірақ айналысатын мүмкіндік болмаса, ауылда бауырларымызға, үйінде 4 түлікті ұстайтын бауырларымызға жіберіңіздер видеоны. Баршаңызға рахмет.